Сәлеметсіздер ме, оқушылар? Мен Алматы облысы Ұйғыр ауданына Жаңабай Құдайбергенов атындағы орта мектептің информатика пәні мұғалімі, есімім Төлендиева Алма Омарбекқызы. Бүгінгі біздің тақырыбымыз 8-ші сыныптағы тақырыбымыз алгоритмді программалау. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты таңдау және қайталау операторларын программада қолдану және меңгерілетін білім, есептердің моделін және алгоритмін құруды қарастырамыз және есептерді программалауды үйренетін боламыз. Балалар, сабағымызды, яғни программалауды бастамас бұрын біз алдыңғы білімді мыналарды еске түсірейік. Есептік моделін құру деп нені түсінесіңдер? Алгоритмнің қандай түрлері және жазылу әдістері бар? Программалау тілі бізге не үшін керек? Егер қысқаша тоқталатын болсақ, есептің моделін құру деп, біз есептің математикалық моделін құруды айтамыз. Яғни біз программаламас бұрын есепті математикалық тұрғыда шешуді білуіміз керек. Және екіншіден, программа құрмас бұрын алгоритмін құруымыз керек. Өздеріңіз білесіздер, біз есепті алгоритмін құрған кезде оның алгоритмдердің үш түрі бар екенін білеміз: сызықтық, тармақталған және қайталау алгоритмдері, және оларды жазудың 4 әдісі барын білеміз. Олар табиғи тілде жазу, блок схема түрінде жазу және алгоритмдерді псевдокодтар арқылы және программалау тілінде жазуға болады. Соның ішінде ең соңғы жазылу тәсілі программалау. Ол бізге не үшін қажет? Программалауды біз машина, яғни компьютерге енгізу. Компьютер түсінетін алгоритмді біз программалау тілі дейміз. Ол есептің шешімін компьютерде модельдеу үшін қажет екен. Бүгінгі сабақта біз яғни есеп шығарудың алдыңғы сабақта біз 6 кезеңін өткенбіз. Соның ішінде біз бүгін программалауды қарастырады екенбіз. Өткен сабақта біз проблеманы анықтауды қарастырдық. Яғни проблеманы анықтау дегеніміз, берілген есепте бізге нелер берілді, біз нені табамыз және ол үшін біз нені пайдаланамыз. Яғни біз қандай формула, немесе қандай әдістер, немесе қандай алгоритмдерді пайдаланып есепте пайдаланамыз. Соның бәрін анықтауды біз проблеманы анықтау деп қарастырдық. Екінші кезеңде біз шешімдерді шешеміз. Яғни оның математикалық формулалармен немесе кез келген бір әдіс өрнектерді пайдаланып, оның шешімі қандай болатынын болжайды екенбіз. Одан кейін оның алгоритмін құрамыз. Біз алгоритмдерді сызба түрінде құруды қарастырдық. Бүгінгі өтетіміз біздің программалау екен. Яғни біз қандай да бір программа тілін пайдаланып, алгоритмдерді машина тіліне аударуды үйренеді екенбіз. Осы программалаумен біздің кезең тоқтап қалмайды екен. Одан кейін біз сол программаны компиляциялайды екенбіз. Яғни бүгін оны қарастырамыз. Есепке берілген мәндерді енгізіп, оның қандай нәтиже беретінін қарастырады екенбіз. Одан кейін сол берілген нәтижелер дұрыс шықты ма, дұрыс шықпады ма, оны тестілеу және трассировкалау кестелері арқылы бағдарламамызды тексеруге болады екен. Программалау тілінде біз Python тілін қарастырамыз деп айттық. Сіздерге қазір мынандай өзіндік тапсырма: алгоритмдік сөз тізбекті толтырыңыздар дейді. Яғни мына жерде бізде өткен сабақта қарастырғандай блок сызбалар, яғни сызба түріндегі алгоритмдер берілген. Сіздер өздеріңіз бір есеп ойлап тауып, осы блок сызбаны толтырып көріңіздер. Тапсырманы дәптерлеріңізге жазып алыңыздар. Бүгінгі сабағымызда практикалық жұмысы ол есептердің бағдарламасын құру. Бізге оқулықта мынандай есеп берілген: апта күндері есебі дейді. Біз білеміз, аптада 7 күн берілген. Осы 7 күн берілген аптада кез келген бір күн, яғни санды енгізіп, сол аптаның қай күніне сәйкес келетін табу керек. Егер біз енгізетін болсақ, яғни енгізетін нәрселер бізде апта күні екен. Кез келген санды енгізеткенбіз. Бір деп енгізсек, бізге алгоритміне қараңыздар балалар. Егер де біз айдың орнына бір беретін болсақ,
яғни күніміз бірге тең болса, бізге сәйкес апта аты шығу керек екен. Яғни бірді енгізсек дүйсенбі, екіні енгізсек сейсенбі, сол сияқты жетіні енгізген кезде бізде жексенбі деген 7 аптаның күні енгізіледі екен. Егер біз 7-ден өзге үлкен 8, 9 деген сияқты басқа сандарды енгізетін болсақ, онда бізде аптада ондай күн жоқ деген хабарлама шығуы керек екен. Міне осымен біздің есебіміздің соңы болады екен. Енді программасы мына жерде берілген балалар. Қазір біз осыны орындап көрейік. Біз онлайн компилятор берілген. Осы онлайн компиляторға апта күндерін есептейік. Яғни бізге кез келген бір сан беріледі. Оны біз кез келген айнымалымен немесе күн деп жазып қояйық. Күннің бізде бүтін сан болады. Яғни input дейміз. Input, яғни бүтін санды енгіз деген сөз. Осы жерге жазып қояйық. Апта күнін енгіз деп. Апта күнін енгіз. Ары қарай, енді осы енгізілген күнді біз тексереміз. Шартты оператор. Егер енгізілген санымыз, яғни күн айнымалысы тең болса бірге, онда бізде экранға қандай нәтиже шығу керек? Print бізде экранға нәтиже шығарады. Яғни бізде экранға дүйсенбі деген сөз шығу керек. Дүйсенбі. Сол сияқты біз ары қарай тағы да егер дейміз. Енді осыны 7 рет қайталамызға тура келеді. Таңдау оператор сияқты оның бәрін қайталап отырмас үшін қазір мен осыны бірінші жазғанды көшіріп алайын. Көшіріп алып, осыны 7 рет қойып шығуға болады. Кейін апта күндерін өзгерте саламыз сандармен. 3. Мына бәрі бір ыңғайда тұру керек. 4-ші. Міне осылайша біз біріншісінде дүйсенбі, мына жерге 2 деген санды енгізсек, бізде сейсенбі деп шығу керек. Мен қысқашағына жазайын. Сейсенбі. 3 деген санды енгізсек, сәрсенбі. 4 бізде бейсенбі. Яғни бейсенбі болады. 5-ші күнге сәйкес бізде жұма. 6-шы сенбі. 7-ші күнге сәйкес. 7-ші күнге сәйкес бізде жексенбі деген күн аты шығу керек. Жексенбі. Әйтпесе, яғни басқа күндер енгізілсе, бізде не деп шығу керек? Ондай күн жоқ деп шығу керек. Аптада ондай күн жоқ. Енді программамызды тексеріп көрейік. Апта күнін енгіз деп бізде айнымалы сұрады, я? Біз 4 сан енгізейік.
бізде бейсенбі деген шықты, иә. Сол сияқты тағы да кез келген жетінші 7 деген санды енгізейік. жексенбі деген сөз шығып тұр. Енді апта күніне сәйкес келмейтін басқа 9 деген енгізейік. Ондай күн жоқ деген мәлімет шықты. Не осылай орындалады екен. Келесі есебіміз, бізге кез келген n саны берілген, осы n-ге дейінгі сандар тізбегі беріледі, сол тізбектің қосындысы мен көбейтіндісін табу керек екен. Яғни бұл жерде айтатын болсақ, есептің моделін құратын болсақ, бізде мысалы n деген санымыз n тең 4 болсын. 4 деген сан енгізейік, иә? Мінекей, n input n сан енгіз. 4 деген сан енгіземіз. Бізде қосынды мен көбейтіндіні табу керек болғандықтан, біз қосындыны алдында 0-ге теңестіріп аламыз, көбейтіндіні 1-ге теңестіреміз. Яғни қосындыға 0 қоссақ, қосынды өзгермейді, көбейтіндіні 1-ге көбейтсек, көбейтінді өзгермейді, иә? 4 дейтін болсақ, бізде осы жерде 1-ден бастап 4-ге дейінгі сандардың қосындысы шығу керек екен. Және осы сияқты осы сандардың көбейтіндісі де шығу керек. Өздерің енді қазір тексерсеңіздер болады. Не осындай тізбек, яғни n-іміз 4-ке тең болды, осы 4-ке дейінгі сандардың қосындысы және көбейтіндісі шығу керек екен. Біз ол жерде қайталау операторын пайдаланамыз. Қайталауда for параметрлі, иә? И-міз біздің 1-ден бастап n плюс 1-ге дейін болсын. Біз әдетте Python'да бізде тізбек 0-ден басталады. Сондықтан да біз 1 деп көрсетуіміз керек. Және ол соңында 0-ден бастайтын болғандықтан, ол 3-ке дейін ғана 0, 1, 2, 3 деп 3-ке дейін ғана қосын есептейді. Сондықтан біз қосу 1 деп қосымша беруіміз керек. Бізде қосындыны есептейтін өрнек мынау. Әрбір жаңа S-ті келесі жаңаға элементке арттырып отырады, және көбейтінді бізде мынау өрнекпен беріледі. Яғни тізбектегі әрбір и-міз 1-ге артқан сайын, міне и-ді 1-ге арттырып отырмыз мына жерде, и-міз 1-ге артқан сайын, біріншіде 1 болады, 1-ге артқанда 2 болады, одан кейін 3 болады. Сол сияқты әрқайсысын бір-біріне көбейтіп шығады. Ең соңында біз қосындының мәнін және көбейтіндінің мәнін экранға шығара алады екенбіз. Қазір осыны біз онлайн компилятор арқылы есептеп көрейік. Ол үшін компиляторды қосайық. Алдыңғы есебіміз, жаңа бет ашамыз. Бізде шыққан нәтижелерді өшіріп тастаймыз. Яғни бізде алдымен n саны берілген, иә? n ол бүтін сан. Яғни input деп өзіміз білетіндей n санын енгіз деп жақсы жазып қойсақ болады. n-ді енгіз деп, иә? n-ді енгіз. Арқарай біз қосындыны 0-ге теңестіріп қоямыз. Қосындыға 0 қоссақ өзгермейді. Одан кейін көбейтіндіні k деп алайық. Кез келген бір айнымалымен алуға болады, оны 1-ге теңестіріп қоямыз. Енді біз қайталау параметрлі қайталауды пайдаланамыз. И параметріміз оператордың жазылу үлгісі бізде нешеден басталу керек? 1-ден басталып, n қосу 1-ге дейін екен. Осы жерде біз S-тің есептеу жазамыз. Бізде үлкен S. S-ті I-ға арттырып отырады. I-міз 1-ге өсіп отырады дедік. K-мыз да дәл солай. K-ны
көбейтіп отырамыз иге. Ал иіміз біздің неге артып отырады? Бірге артып отырады екен. Яғни бастапқыда иіміз 1 болады, кейін 2 болады, кейін айналғанда 3 болады, 4 болады. Яғни ең соңында біз берілген мәннің ге дейінгі тізбекті шығарып отырады екен. Осылар компьютер өзі қосып болғаннан кейін біз нәтижесін көру үшін принтті пайдаланамыз. Алдымен біз принтті S-ның мәнін көрейік, қосындыны. Екінші, біз көбейтіндінің мәнін көретін боламыз. Программамыз қалай жұмыс істейді екен? Орындап көрейік. 4-ші жолда бізде қате бар. Мына жерде циклдардың артына, тармақтаулардың артына қосынте қойылу керек. Синтаксистік қате кетті. Қосынтені қойдық. Енді енгіз дейді. Енге біз жаңағы өзіміз білетін 4-ті енгізіп көрейік. 4-ті енгізсек, бізде қосынды бірінші тұрған ол 10-ға тең, ал көбейтініміз 24-ке тең. Өздеріңіз тексеріп көріңіздер, 1-ден 4-ке дейінгі сандарды қосып шықсаңдар 10-ға тең болады, көбейтіп шықсаңдар 24-ке тең болады. Немесе басқа 7 деген сан, 1-ден 7-ге дейінгі сандардың қосындысы 28-ге, 1-ден 7-ге дейінгі сандарды бір-біріне көбейтіп шықсақ 5040 деген нәтиже береді екен. Трассировкалау және тексеру деп өздерің тізбекті жазып, қосып, тексеріп көрулеріңізге болады. Міне бүгінгі балалар сіздерге программалауда көрсетейін дегенім осы болатын. Онда сіздер осыларды пайдаланып, сіздерге үйге тапсырма. Қазір сабақ үстінде осы программасын жазатын есептің моделін құрып көрейік. Бізде мынандай есеп берілген. Енгізілген жылда неше күн бар екенін есептейтін программа жазып көріңіз дейді. Яғни біз білеміз, бізді бір жылда бізде 365 күн бар, Тек кейбір жылдарда, яғни кібісе жылда 366 күн болады екен. Кібісе жыл деген высокосный год дейді, Ол ақпан айы 29 күнге толатынын жылда айтады екенбіз. Ақпан айы 29 күнге 4 жылда бір рет келеді екен. Яғни кібісе жылы 4 жылда бір рет келеді екен. Сол кібісе жылы бізде 366 күн, ал жай жылдары бізде 365 күн деген біз енгізілген жылдың, яғни қай кібісеге жатама жоқ, жай жыл болама, соны анықтайтын программа екен. Есептің моделінде, яғни біз жылды енгіземіз, сол жылды 4-ке бөлінетін болса, ол кібісе жыл, яғни ол 366 күнге толатын күн деп шығаруға болады. Ал егер ол 4-ке бөлінбейтін болса, онда ол жай жыл деп шығаруға болады екен. Осы есепті осылай қарастырамыз біз моделін. Енді сіздер оның алгоритмі мен программасын жазып көріңіздер. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.